мінекей Мойынқұм осы күздегі 80-үні жүзгені көрінбей тұр, бірақ та шылаушының іздері де қойсылайын бар қарай. Мына жерде дала табиғатты көрінір ма жігіттер? Құм айдала дейміз. Қайта мінекей нағыз жайылым. Мына Мойынқұм даласы. Қандай керемет, ә? Жүзген, сексеуіл, жыңғыл, міне шөп әлі, белі ордан. Жайылым керек болса мінекей. Енді нағыз малдың ортасы ғой бұл енді. Ой, кішкене алыстау болып тұр ауыл. Алла қаласа бұяқтан да жігіттер қосылатын шығар енді. О, бисмилля, мінекей. Мінекей мына Мойынқұм ауданы Амангелді ауылы. Қазіргі аты қандай еді? Күшаман деген ауыл. Жақсы мына жерде әжептәуір бар екен. Ар жағында енді тола бір 100 квадраттан көп ау. Мына жаққа да жасапты. Ескі қи бұл. Жайлап кіріп жатыр бұяққа, жақсы. Енді кішкене көрсетіп жатырмын. Мінекей мына дәріні әкеп бердім. Ембиогымды 50 килограмм, 50 литр. Мына бала мінекей Кәрім деген бала. Сен бай айналысып атқан? Қаншадасың? 11-де. 11-де, ай машалла. Өзі осының бәріне қарап, менен ақыл кеңес сұрап, қыста қайтеміз деп, өзі бәрін осының бәрін реттеп жүр екен. Бетіне сабан жауып, мынаның бәрін аударып, дәрісін шашып. Мінекей осындай балалар бар бізде, Құдайға шүкір. Алла берекесін берсін. Мінекей осылар жігіт болғанда кәдімгі еліне, жұртына көмектесетін жігіттер болады, е? Мына сендер де осыны істегілерің келіп жүр ма? Ана жігіт өзі істеп жатыр. Қайсысы? Сен істеп жатсың ба? Ой, сары бала. Сен қаншадасың? 11-ден. Құрдас екенсіздер ғой бәрің, е? Ай, молодец. Машалла, Алла береке берсін, е, жігіттер. Бопты. Жақсы. Ал Кәрім, жақсы давай.